Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шетелдегі ветеринарлық қызмет. Бүгінгі сабақта тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдеріндегі ветеринарлық қызмет жайлы және де алыс шетелдердегі ветеринарлық қызмет жайлы айтатын боламыз. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдеріндегі ветеринарлық қызмет. Бұрынғы Кеңес одағы елдерінің егеменді мемлекеттер болып қайта құрылуы бұл елдердегі ветеринарияның ұйымдастыру құрамын өзгертуді, ветеринарлық іс-әрекеттің құқықтық нормативтік іргетасын жаңартуды талап етті. Ресей Федерациясы ветеринария туралы заңын 14 мамыр күні 1993 жылы қабылдады. Заңда федералдық деңгейдегі ветеринарияны мемлекет тарапынан басқарушы орган, ауыл шаруашылығы министрлігінің ветеринария департаменті деп көрсетілген. Ал автономиялы облыстар, округтар, өлкелер мен облыстарда Москва және Санкт-Петербург қалаларында, аудандар мен қалаларда ветеринария басқармалары екендігі айқындалған. Ветеринария департаментінің басшысына қызметке тағайындау не босату мәселесін ауыл шаруашылық министрінің ұсынысымен Ресей үкіметі шешеді. Ветеринарияның одан төменгі буындары басшыларын тағайындау, босату жергілікті әкімшіліктің билігінде. Бірақ оған мемлекеттік ветеринарияның бір саты жоғары органының алдын ала келісімі болуы керек. Украинада ветеринарлық медицина туралы заң 25 маусым күні 1992 жылы шығарылды. Соған сәйкес басқарушы орган болып ветеринарлық медицинаның бас басқармасы мен мемлекеттік инспекциясы тағайындалды. Бұл орган Украинаның ауыл шаруашылық және азық-түлік министрлігінде, ол тікелей министрдің өзіне бағынады. Бас басқарманы Украинаның мемлекеттік ветеринарлық бас инспекторы басқарады. Бас басқармаға Қырым Республикалық, Киев және Севастополь қалалық, облыстық мемлекеттік ветеринарлық медицина басқармалары бағынышты болып табылады. Аудандар мен қалаларда ветеринарлық медицина басқару арнаулы ветеринарлық кәсіпорындарға жүктелген. Бұл кәсіпорындардың басшылары сонымен қатар ауданның, қаланың бас дәрігері және инспекторы міндеттерін қоса атқарады. Ветеринарияны басқарушы органдар мен мекемелердің басшысын тағайындау, босату жоғары ветеринария органының билігінде. Бірақ оған мемлекеттік әкімшіліктің келісімін алу керек. Өзбекстанда ветеринария туралы заң 3 қыркүйек күні 1996 жылы бекітілді. Заңда мемлекеттік ветеринарлық қызметті басқару республика министрлер кабинеті қасындағы ветеринарияның мемлекеттік бас басқармасына жүктелетіні көрсетілді. Ветеринарияның жергілікті органдар мен мекемелер жүйесіне облыстардағы, Ташкент қаласындағы ветеринария басқармалары, аудандардағы, қалалардағы мемлекеттік ветеринария бөлімдері, аудандағы ветеринарлық станциялар, диагностикалық орталықтар, емханалар, ветсансарап лабораториялары, мал ауруларымен күресуші экспедициялар мен жасақтар жатады. Қырғызстан Республикасында ветеринария туралы заң 6 наурыз күні 1992 жылы қабылданды. Ветеринарияның басқарушы органы ауыл шаруашылық министрлігінің ветеринария басқармасы екені көрсетілген. Осы басқарма облыстық, қалалық, аудандық, бөлімшелік, учаскелік ветеринария органдары мен мекемелері, сонымен қатар шекара және көліктегі ветеринарлық қызмет бір жүйеге біріктірілген. Ветеринария республикалық басқармасының бастығы мемлекеттік ветеринарлық бас инспектор қызметін бірге атқарады. Бұл принцип облыстық, қалалық, аудандық буындарда да сақталады. Литва Республикасының ветеринария туралы заңы 17 желтоқсан күні 1991 жылы қабылданған. Заң республикадағы ветеринарлық қызмет мемлекеттік және жекеменшік кәсіпкерлік түрінде болатыны жарияланған. Мемлекеттік ветеринарияның құрамын және оның еркіне берілетін Литва үкіметі бекітеді.
Ветеринарлық қызметті іс жүзінде ұйымдастыру, оны басқару жұмысын ветеринарияның мемлекеттік департаменті жүргізеді. Ол заңды тұлға ретінде ерік билігі бар ұйым болып табылады. Департамент басшысы республиканың мемлекеттік инспектор қызметін қоса атқарады. Департаменттің басқа мамандарына да инспекторлық қызмет жүктелген. Бүгінмен осы сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.